Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен бастауыш сыныпта қазақ тілі пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын сабаққа қалай кіріктіру керек екені жайында мәлімет беремін. Қазақ тілі пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 3 сынып 1 тоқсан. Сабақтың тақырыбы қаратпа сөздер. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 3-3-7-1 қаратпа қыстырма сөздерді ажырату және тыныс белгілерін қою. Оқу мақсаты қаратпа сөздерді ажыратып, тыныс белгілерін қояды. Оқушыларға берілген тапсырма аудиогенерациялау. Оқушылар 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ қаратпа сөздердің ережесін құрастырады. Екінші топ тыныс белгісіне байланысты ереже құрастырады. Үшінші топ қаратпа сөзі бар сөйлем дайындайды. Кез келген браузерге кіресіз, ол жерге наракит деп жазасыздар. Наракит қазақша озвучка дегенді таңдайсыздар. Ары қарай создать аудио деп тұр. Осы көк батырманы басамыз. Мына жерде қарасаңыз, голос деп тұрған жерде дауыстарды таңдауға болады. Қыздың дауысы, ұлдың дауысы. Одан кейін өздеріңіз генерация жасайтын мәтінді осы текст деп тұрған жерге енгіземіз. Мысалға, оқушылардың құрастырған ережесін осы жерден көшіріп аламыз да мында енгіземіз. Ары қарай создать аудионы басамыз. Сәл күтеміз. Мінекей видеомыз дайын болды. Біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөздер деп атайды. Ары қарай доwnloadты басып сақтаймыз.